Бұл Австралиядағы түсірілген видео фантастикалық кино тәрізді. Аспан жалындаған түтінге оралып, толықтай қызыл түске боялды. Айтуға жан түршігерлік. Нәтижесі құтты бір атом алып бомбасы түскендей. Сол облыстағы зардап шеккендер мен тіпті басқару органдары осылай сипаттайды. Енді көбісі өткен өмірін осындай қайғымен еске алады. Назарларыңызда таңғалмағаналы. Австралиядағы орман өртінің көлемі соншалықты тіпті ғарыштан көрінген. Жерде мыңдаған шақырым қашықтықта орналасқан спутниктер оттың жалынымен одан шыққан түтінді оңай байқайды. Орманның жануына табиғи себеп болуы мүмкін деген болжам болса да, мамандардың айтуы бойынша антропогендік климаттың өзгеруі жара үстіне тұз сепкендей болды. Ол жаңадан өрт тудыруы мүмкін еді. Қазіргі таңға дейін өрт 4 миллион акрдан аса жерді құртқан. Одан шамамен жарты миллиард жануар қырылған. Сонымен қатар ондаған адамның өмірін жалмап, тұрғындардың жаппай көшуіне себеп болды. Бұдан бөлек күннің үнемі суы жағдайды ауырлата түсті. Канберра қаласының маңында күннің ыстығы 48 градусқа жетіп жаңа рекорд орнатылды. Орман өрті бұл елдің ауқымды аймағынан бірнеше ай бұрын жалмаған еді. Өрт маусымы желтоқсан айында басталды. Бірақ кейбір аймақтарда қыркүйек айынан бері жалғасып келеді. Австралияның премьер-министрі Скотт Моррисон өрттен соң оны қалпына келтіру жоспарын жариялағанда апаттың ерекше орасан зор екендігін айтып өтті. Осы уақытқа дейін кем дегенде 25 адам қайтыс болды. Жойылған үйлердің саны 2000-ға жетті. Апатты жағдайлардың орталығы болған жаңа оңтүстік Уэльс штатының биліктерінің айтуы бойынша құстардың 500 миллион, бауырымен жорғалаушылардың және де басқа жануарлардың саны көптеп жойылды. Жаңа жылға қарсы Австралияның астанасы ауаның ластануы жағынан Нью-Делиді басып озып, бірінші орынға тұрақтады деген жаңалық шықты. Хабарламада адам денсаулығына зиянды деген деңгейден 20 есе көп зиянды заттар бар екендігі айтады. Жүздеген адамдар өзінің баспанасын тастап кетуге мәжбүр болды. Көптеген елдің елшілері Австралияға бармауға кеңес беруде. Өткінші жаңбыр өртті сөндіруге үлесін қоса алмауда. Жалпы саны 150-ден астам тіркелген өрт ошағының әрбір үшіншісін сөндіру сәтсіз аяқталды. Өртті сөндіруге қазіргі таңда 300 мың адам қатысуда. Бәрінен ауыры жануарларға тиюде. Жергілікті қорықта 350 коала өлді. Олар ақырын қозғалатын болғандықтан құтқарулары қиын болды. Енді бұл жануарлар қауымдастығын қалпына келтіру мүмкін емес деген болжам бар. Оңтүстік Австралияның Кенгуру аралындағы үлкен қауіп төніп, жалыннан зардап шеккен малдар мен жабайы жануарлар түрлеріне ұйықтататын дәрі егуге арнайы топ жіберілді. Австралия енді қалай өзгереді? Бұл өрттің экологияны өзгерткені соншалықты, тіпті жыл сайынғы болып тұратын өртке бейімделіп қалған жануарлардың шөптеріне әсер етіп жіберді. Сондай-ақ бұндай алып апаттан кейін жануарларды қалпына келтіру мамандарды алаңдатады. Бұл жағдайдан бұрында елдің қолайсыз климатына байланысты кейбір жануарлардың түріне жойылу қаупі төнген еді. Енді осындай жабайы табиғатқа зиян келтірілумен қатар антропогендік климаттың өзгеруін есепке алғанда, осындай үлкен көлемді өрттен соң кейбір жануарлардың түрлерін қалпына келтіру мүмкіндігі жоққа жақын. Әдетте жануарлар табиғи өзгерістер мен апаттардан соң жылдар өтіп, тіпті ондаған жылдардан кейін қайтадан бейімделе бастайды. Дегенмен Австралия ешқашан осындай көлемде өртпен жолықпаған еді. Экологтар осындай көлемді жабайы табиғи қауымдастығын, әсіресе жойылу үстінде тұрған мыңдаған түрлерін аман алып қалуға сенімсіздік тудыруда деп жазады NBC News. Сонымен қатар ғаламшарымыздың теңіздерінің көлемі күрт ұлғайып суына байланысты көптеген жануарлардың бейімделген климатының үнемі өзгеріп отыруына әкеп соғады. Бұл жануарлардың қайтадан бейімделуіне мүмкіндік бермейді. Енді біз білетін әлем бұрынғыдай болмайтын секілді. Сіздермен болған таңғалмағаналы, видеомен бөлісіп ұнаса лайк басып отырыңыздар.